Жындар адамдар мен періштелер секілді Алла тағаланың жаратылыстарының бірі. Жындар да адамдар секілді құлшылыққа, халалға бұйырылған, харамнан тосылған. Яғни адамның да жынның да шариғи мағынасы пендешілік жасау, өзінің құл екенін сезіну. Олар ақыл, кемшілік, күш сынды қасиеттерге ақиқат пен өтірікті, жақсы мен жаманды таңдау еркіне ие болғанымен адамдардан көп жағынан ерекшеленеді. Жындардың жаратылысы туралы Рахман сүресінде ол адамды, яғни адам атаны қыш-құмыра секілді құрғақ құдайдан жаратты, ал жындарды оттың жалынынан жаратты деген. Абдулла ибн Аббас келтірген аятқа байланысты жынның тобын оттың таза жалынынан жаратты деген түсініктеме береді. Мұны естіген кейбір адамдар жын оттан жаралса тозақ отына қалай жанбақ деп сұрауы мүмкін. Мәселен, адам топырақтан жаралған, бірақ ол топырақ емес қой. Әбу Сәйд әл-Худри былай баяндайды: бір күні Алла елшісі таңертең тұрып намаз оқыды. Мен де онымен бірге тұрдым. Ол әндетіп оқып отыр еді. Кенет мүдіріп қалды. Кейін намазын аяқтаған соң, егер сен менің іблисті қалай ұстап алып, сілекейіңнің салқындағаны қолыма білінгенге дейін тұншықтырғанымды көре алсаң ғой деп айтты. Сонда күйдіретін отты дененің сілекейі қалай суық болуы мүмкін? Отты жаратылыстың сілекейінің болуы мүмкін емес. Пайғамбарымыз тағы бір хадисте Алланың дұшпаны іблис менің бетіме қою үшін көмірдің шоғын әкепті деген. Егер ол өзі от болса, өзгені күйдіретін басқа бір нәрсе келмес еді. Яғни жындар да біз секілді оттан алыс, тәнін қанағаттандыру, өсу үшін тамақтанады. Алла тағала оларды адамнан бұрын жаратқан. Біз адамды қара балшықтың өзгертіліп кепкеннен жараттық, ал жынды адамдардан бұрын қызуы қатты түтінсіз оттан жараттық деген. Хадисте жынның үш түрі көрсетілген. Біріншісі аспанда ұшып жүреді, екіншісі жыландар мен иттердің ішінде өмір сүреді, үшіншісі бір орынға негізделген алайда жылжуға қабілетті жындар. Қазақ тілінде жынға байланысты шайтан, іблис, әзәзіл, пері, деу секілді атаулар бар. Тіпті кейде шайтан мен жын екі бөлек жаратылыс па деген сауал қойып жатады. Шайтан мен жынның айырмашылығына келсек, шайтан жын топтарының өте тәкаппарлы, зияндарынан болып табылады. Шайтан аластатылған, шектен шыққан деген мағынаны білдіретін жынға байланысты айтылған сипат. Олардың иман келтіргендерін жын деп атаса, имансыздары тек шайтан деп аталады, және бұлар іблис әскерінің қатарынан болып табылады. Іблис адам атаға сәжде жасаудан бас тартқан жындардың атасы. Бұл сауалға қатысты екі пайым бар. Бірінші топ олардың денесі жоқ, тәнге тәуелсіз өмір сүреді десе, екіншілері әлсін-әлсін көрінетін белгілі бір тығыз пішінге ие деп айтады. Алайда адамдар жындарды көре алмайтын болғандықтан, бұл туралы ілім тек қана Алла тағалаға ғана аян. Құранда негізінде ол және оның тектестері, яғни жын тайпасы сендерді сендер көре алмайтын жерден көре алады деген. Оларға сыртқы пішінді өзгерту қасиеті берілген. Адамдар жындарды түрлі бейнелерде, атап айтсақ, ешкі, жылан, жолбарыс, саршаян, ат, түйе, қой, құс, адам, тағы да басқа қалыпта көре алады. Сахих хадисте үш түстің бірінің шайтани түс екендігі атап өтілген. Сондай-ақ хадисте кімде-кім мені түсінде көрсе, расымен де көрді, себебі шайтан менің бейнеме ене алмайды делінген. Бұхари сүресі. Лағынетті шайтан тек қана пайғамбарымыздың бейнесіне ғана ене алмайды, қалған кез келген жаратылыс кейпінде сөйлесе береді деген тұжырым шығып тұр. Жындарға әдеттен тыс жылдам қозғалу мүмкіндігі берілген. Оның дәлелі ифрит атты жынның Сүлейман пайғамбарға Йемендегі Билқис патшайымның тағын Иерусалимге орнынан тұрып үлгермейінше әкеп беруге уәде беруі. Нәмл сүресінің 39 аятында жындардың бір күшті Сүлейменге: мен оны саған орныңнан тұрғаныңнан бұрын алып келемін. Бұл іске күшім жетеді, әрі сеніп тапсыруға лайықтымын деген. Сөзсіз жындар өледі, себебі Алла тағала өзінен басқа барлық жаратылыстың өлім дәмін тататындығын баяндаған. Ал пайғамбарымыз дұғасында: мен сенің ұлылығыңнан пана іздеймін, сенен басқа тәңір жоқ, уа
мәңгі Алла, адамдар мен жындар ажал құшады деген. Тарихта Халид ибн әл-Уалидтің әл-Узу атты жынды өлтіргені туралы оқиға айтылады. Олар тіршіліктерін қиямет күнге дейін жалғастыра береді. Ол, маған қайта тірілетін күнге дейін мерзім бер дейді. Алла тағала оған, сен уақыт берілгендерденсің дейді. Құранда Алла тағала жын мен адамзатты өзіме құлшылық қылулар үшін жараттым. Олардан бір несібетлемеймін, әрі олардың мені тамақтандыруларында қаламаймын дейді. Ал жындар ақиқатында біздің арамызда түзеулер де бар, және арамызда одан өзгелер де бар. Біз тура жолдарда едік дейді. Демек, аяттардан түсінгеніміздей, жындардың арасында да Аллаға иман келтіріп құлшылық ететін мұсылмандары, адасушылары, түрлі топтағылар да болады екен. Мұсылман жындар адамдармен ешқашанда байланысқа түспейді, себебі бұған тыйым салынған. Сондықтан адамдармен тек кәпір шайтандар байланыс жасайды, тіпті ішіне кіріп кетулері де бек мүмкін. Иә, жындар да үйленеді және балалы бола алады. Алла тағала Ібліс туралы, сонда ол сендерге дұшпан болса да, мені қойып, шайтанды және оның ұрпағын қамқоршы етіп аласыңдар ма деген. Бұл аят олардың ұрпақ қалдыру үшін үйленетіндіктерін нұсқайды. Олардың бейматериалдық жаратылыстары көбеюлеріне ешқандай кедергі бола алмайды. Сондай-ақ Рахман сүресіндегі жәннаттағы қыздар туралы, онда олардан бұрын адам да жында жақындамаған, көздерін тыйып сақтаушылары бар делінеді. Бұл аят олар да жыныстық қатынаста болатындығын нұсқайды. Ал пайғамбарымыз жындар да адам ұрпақтары секілді көбейеді, бірақ олардың саны адамдарға қарағанда көп деген. Умайя бин Махши былай баяндайды. Күндердің күнінде бір адам Алла елшісінің жанында отырып тамақ жеді және ол соңғы түйір қалғанға дейін Алланы еске алмап еді. Соңғысын аузына апара беріп, басында да соңында да Алланың атымен деп еді. Пайғамбарымыз күліп, шайтан бағанан бері онымен бірге тамақтанып отыр еді. Ол Алланы еске алғанда қарындағысының бәрін шығарып жіберді деп айтты. Әрбір мұсылман тамақта аузына алмас бұрын бисмиллах, яғни Алланың атымен бастаймын деп айтуы қажет. Кісі үйіне кіргенде және тамақ жейтін кезде Алланы есіне алса, шайтан бізге бұл үйде түнейтін орында кешкі аста жоқ деп кетіп қалады. Ал үйіне кіргенде Алланың атын еске алмаса, бізге түнейтін орын табылды және кешкі аста бар деп айтады екен. Бірде сахабалар пайғамбардан көз жазып қалады. Таңертең Хира үңгірі жақтан келе жатқан пайғамбарды көріп, қайда болғандығын сұрай бастайды. Сонда ол, маған жындардың шақырушысы келіп, сонымен бірге бардым және оларға Құран оқып бердім деді. Сөйтіп, ол бізді апарып, бізге олардың іздерін және оттарының орындарын көрсетті деп айтты. Сонда жындар пайғамбардан жол азық сұрапты. Пайғамбар, сендер үшін қолдарыңа түскен Алланың есімі аталған әрбір сүйектің еті бұрынғысынан да молырақ және әрбір тезек жануарларың үшін азық депті. Алла елшісі дәретке отырғаннан кейін осы екеуімен тазаланбаңдар, өйткені олар бауырларыңның азығы деген. Басқа сахих хадистерде олардың сол қолмен ішіп жейтіндіктері айтылып, адамдарға оң қолмен тамақтану бұйырылады. Олар жердің барлық бұрышында да өмір сүре береді. Алайда ең жиі мекен ететін орындары шөл дала, қираған орындар, қи үйінділерінде, моншаларда, қабірде, дәретхана және жердің тесік бұрыштарында. Сол себепті пайғамбарымыз үмбетіне моншада және қабірде намаз оқуға тыйым салды. Жындар негізінен адамға көп зиян тигізуге болатын жерлерді таңдайды. Мәселен, базарда алайық. Хадисте мүмкіндіктерің болғанша базарға бірінші болып келмеңдер және ең соңғы болып қайтпаңдар. Бұл шайтанның ұрыс алаңы және ол сол жерге өз туын тіккен деген. Сондай-ақ жынның ең жақсы көріп отыратын жері күн мен көлеңкенің арасындағы жер. Пайғамбарымыз адамдарға дәл осы жерде отыруға рұқсат етпейтін. Иә, Алла елшісі, қатарларыңды біркелкі және тығыз етіп ұстаңдар, иықтарыңды иықтарыңа тақаңдар. Шайтан қатардағы аралықтар арқылы кішкентай қара қойдың бейнесінде өтеді деген. Пайғамбар тағы бірде адам мешітте болғанда шайтан оған келіп әлсіреген жануарды соққаны секілді, оны да, яғни адамды сындыруға әрекет жасайды. Егер дегеніне жетсе, оны ақсақ етеді немесе оған ноқта салады деген. Әбу Хурайра осы хадиске байланысты мынаны көрдіңдер ме?
шайтан оны ақсақ қылса, ал Алла тағаланы еске алмастан бос сандалып жүреді. Егер шайтан оған ноқта салса, оның аузы ашылады, бірақ Алланы еске алмайды деген. Бар күшін салып тырысатын негізгі мақсаты барлық адам ұрпақтарының тозақ отына түсуіне атсалысу. Алла тағала бұл туралы ақиқатында шайтан сендерге жау, сондықтан оны жау тұтыңдар. Ол өз тобын, яғни өзінің соңынан ерушілерді сайыра, яғни тозаққа кіретіндердің қатарында болуға шақырады. Муслимде келетін хадисте пайғамбар бір адамдарға былай деген: сендердің әрқайсыңда болсын жындардан қосақталған серіктерің болады. Сонда адамдар: уа, Алла елшісі, сенің де ме деп сұрайды. Иә, менің де. Алла тағала маған оған қарсы жәрдем берді де ол мұсылман болды. Енді ол мені тек жақсылыққа бұйырады делінген. Яғни хадистен аңғарғанымыздай, әрбір адамның жанында бір жын болады екен. Жын қанша жерден адам баласының дұшпаны болғанмен, Құран мен сүннет олардан қорғанудың жолдарын көрсеткен. Оның ең басты тәсілдері Аллаға жақындау, оның бұйырғандарын орындау, Құран мен сүннетте келген дұғаларды оқып жүру. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.